Кеттік шмыны бұл. Сен келін болсаң инабатты, үлкендерді сыйлағатты, әулет деген ғимаратты көргедесің сенеміз. Сен дайындайсың тамақ түйіп, қарамайсың қабақ түйіп, жүгіресің халат киіп, жұмсағандай енеңіз. Шаттанып қалам, алғыс алсаң сен елден, өзім де солай көгерген. Болмайсың жаман келінім ау дегенмен, дұрыс болсаң сен енеңмен. Сен келін болсаң инабатты, үлкендерді сыйлағатты, әулет деген ғимаратты көргедесің сенеміз. Сен дайындайсың тамақ түйіп, қарамайсың қабақ түйіп, жүгіресің халат киіп, жұмсағандай енеңіз. Келін болып сен осы әулетте қаласың, төркінге сирек барасың. Жан-жарыңның да қас-қабағын бағасың, баланы да сен табасың. Сен келін болсаң инабатты, үлкендерді сыйлағатты, әулет деген ғимаратты көргедесің сенеміз. Сен дайындайсың тамақ түйіп, қарамайсың қабақ түйіп, жүгіресің халат киіп, жұмсағандай енеңіз. Осы ортаға жас келді шақырайық, қадірлі ағайын, той екен көрейік. Жақсы бір қошеметтеріңізді естейікші ендеше. Ал осы ортаға біздің жас келінді қолтық сүйесі қош жеңгесімен осы ортаға құрметпен шақырамыз ағайын. Рахмет. Ал енді міне қадірлі ағайын, осы ортаға жас келінді алып келіп, міне сіздердің алдарыңызға көрсетіп, бүгінгі осы ортамызға адал келінді алып отырып отырмыз, қадірлі ағайын. Мен енді осы бүгінгі бет ашарымызды бір бастамастан бұрын, осы ортаға жақсының айтын ортасын деп, мен осы жерге бір тілге тиек етіп өткім келіп жатыр. Осы ортамызға бүгінгі шаңырақтың, осы үлкен қара шаңырақтың иесі Молдабай атамыз болса, міне сол кісінің ұлдың алдында тұңғыш Айдос ағамыз, қадірлі ағайын. Осы жер бетінде 7 миллиард ғаламда адам болса, сол 7 миллиард ғаламның адам ішіндегі бір жаманы табылмай ортамызда міне бір жақсысын алып кеткені барлықтарыңыз білесіздер. Ендеше сол кісі Молдабай атамыз бен Айдос ағашымыздың жатқан жері жайлы болсын деп, сол кісілерге бір тағзым болып қойыңыздар. Енді қадірлі ағайын, сіздерді шақырып, осы бір тойдың алдында көңілдеріңізді түсіріп, бет ашу мақсат емес, қадірлі ағайын. Осы бір той болғаннан кейін, тойдың алдында айтып өткен жөн көрдік. Енді осы ортаға бүгінгі келінің бетін ашып, шыжығы мен қызығын келтіретін, жалпы өзі қазақ деген ырымшыл қалыппыз ғой, қашанда бір той бастасақ та, той жасасақ та осы бір азаматқа сеніп тапсырып, осы бір жігіттің дуалы аузы бар еді деп тілге тиек етті адам. Сол себептен мен осы ортаға арнайы
Әсет бауырым шақырып отырмын. Бүгінгі талай айтыс өнерінің жүлдегесінің иегері, алтын домбыраның иегері, түнгі студияның қонағы болған, елбасымыздың алдында өнерін көрсеткен, осы қазақ елінде Балғынбек Имашев, Айнұр Тұрсынбаева мен жақсы бір өнерін көрсетіп, айтыс өнерін көрсеткен жанында тұрған Әсет бауырымды арнайы шақырып отырмын. Сол себептен Әсет, енді бүгінгі кешіміздің тізгінін өзіңізде, тұлпар болсаң шауып көр, той сіздіңкі. Бір қошемет соғып қойыңдар. Қандалақ шаңшармай шабып келеді. Шөлеген сөздің өзі көтеріп күш береді. Ал Әсет, той сеніңкі. Ал ардақты ағайындар, тойларыңыз құтты болсын, Алла тағала ұзағынан сүйіндірсін. Үйдің жақсы болу ағашынан, жігіттің жақсы болу нағашыдан дейді. Осы нар тұлғалы нағашыны есіне алып, көңілі босап отқан бір Ақжол бауырымызға қол соғып қошеметтеп қойыңыздар ағайындарға. Мынау Әбіш Кекілбаев атамыздың жақсы сөзі бар екен, бағалай білмегенге бақ қонбайды, қуана білмегенге құт қонбайды деген. Осы жуалы жерінде, әлім елінде Молдабай атамыздың шаңырағында той болып отқаны, қуаныш болып отқаны білінсін, бір доғыл шапалақ ұрып қойық ағайындарға. Ай, рахмет. Енді мынау кез келген жерге барсаң, тойды кім басқарды, құдалықты кім жүргізді, бетті кім ашты деп сұрайды. Сіздер рұқсат етсеңіздер, өзім жайлы қысқаша ғана мағлұмат бере кетейін. Әуелі жұртым сөз басын бісмілладан бастайын, сіздерге сөйтіп өзімді таныстырып бастайын. Алқалаған әлеумет, руымды менің сұрасаң, Жаныс деген елденмін, Байзақ деген жерденмін. Қылышынан қан тамған, ағадыл туған төрденмін. Тілдерінен балтамған, Қасқырбай менен Әзімбек, алтын күл туған жерденмін. Азу тысы қайраған, қызыл тілі сайраған, Мұхамбетжан туған жерденмін. Тірескеннің тізесін, белдескеннің белін сындырған, жақсылық туған жерденмін. Онымен қоса ағайын 29 жыл бұрын осыдан аяулы арлы анамның қар құрсағын кеңейтіп, тас емшегін жібітіп, Қаймана менің қазағым Ақбілектің күшімен, Ағнайзаның ұшымен, Алматының төрінде, желтоқсанның желінде егемендік алған жыл дүниеге келгенмін. Сонау алыс Байзақтан әлім елдің қуанышын бөлісуге ат терлетіп келгенмін. Қошеметтерің ендеше дем берсін жұртым сендердің. Ал енді мынау атам қазақ айтқан екен ғой, үйленсең өзің құрисың, үйленбесең тұқымың құриды деп, 25-ке дейін сүйгеніңді аласың, 25-тен кейін тигеніңді аласың дейді. Жазда үйленсең аржат болады, қыста үйленсең бер жат болады дейді. Осы жылы жатудың қамына кірісіп, бір бас екеу болып отқан Жамбыл ұлдарыңызға бір қошемет болсын ағайындарға. Ал рахмет. Ал сый-сияпаттарыңызды дайындап отырыңыздар, жаңа түскен жас келіндеріңіздің бетін ашып берейін. Ағайын! Құдай ағайын бар ма мына жерде? Деп қойсаңыздар шөдір көсіда. Әлімде! Ай, Құдай бере саған 50% әлім ау деймін мына жерге. Бұл күнді көптен бері аңсадыңдар, күте біразың шаршадыңдар. Сіздерге бүгін ешкім қой демейді, асырсап билеңдер ән салыңдар. Айтысқан Айнұр Сара, Жандарбек пен Әсетте ұлдарыңды қарсы алыңдар. Түнгі студияға да барып келген, енді менің өнеріме тамсаныңдар. Беташар қалай өтті дегендерге керемет жақсы өтті деп жар салыңдар. Қолдарың бос болса егер ағайындар, Қанекей бірін қалмай, қол соғыңдар айбет. Жұрт кім екендігімді білсін деймін, біліп жатса әрине күрсінбеймін. Қол соғатын қарттарын Құдай қолдап, 100-ге дейін аман-сау жүрсін деймін. Қол соғатын апалардың үйлеріне ай сайын 100 мың кірсін деймін. Қол соғатын еркектер ертелі-кеш 2 этажды коттеджде тұрсын деймін. Қол соғатын жеңгелер жылда ат басын роддом жаққа бұрсын деймін. Ал енді қол соғатын бойдақ балалар бір айдан соң отбасын құрсын деймін. Шапалақ ұратығын қыздың бәрі Тоқаевтың немересімен жүрсін деймін. 96-да туылған ер жігіттер Лексуспен келен ваген мінсін деймін. Осы айтқаным қабыл болсын деген жандар,
Қатты шабалақ ұрсын деймін айбек. Жамбыл деген ініміз батыр анық, Жаңабайдың бір қызын жадыралып. Света жеңгемізде жүгіріп жүр базардан продукты сатып алып. Әлімнің баласы да құтырды ғой, Құдай-ау карантинде қатын алып айбек. Жыбырлап тамағымыз қарылмасын, балтырсызда бөтіміз жарылмасын. Алладан күндіз-түні сұрайтынын, дем жетпей тынысымыз тарылмасын. Биылғы жылдың басы қатты болып, қазақтың қайыстырдау қабырғасын. Енді жылдың аяғы тәтті болып, ешбір адам ковидпен ауырмасын айбек. Аспанда жұлдызбенен ай болады, таза суға құм қоссаң лай болады. Жаңабайдың қызын алған жігіттердің шын айтам төрттілігі сай болады. Төрттілігің сай болса әлі-мелі көрде тұр қораң толған қой болады. Қораң толған қой болса жиде апа әрине шараң толған май болады. Ағайым бір қол соқсаң дәл осы үйде 9 ай 10 күннен соң той болады. Мембет ашқан келіннің күйеулері 2-3 жылдың ішінде гай болады. 1-2 жыл өткен соң көресіңдер, гай болмаса шірген бай болады айбек. Жуалыдан мен бүгін олжалы болып қайтайын, сөз басында ағайын. Жаңа түскен келінге азырақ өсет айтайын. Айналайын жас келін, мектебің мынау класың, осында мәңгі тұрасың. Баяғыда ұйқы жоқ, таңғы 5-те тұрасың. Өзің түгіл өзгенің киімдерін жуасың. Балалы үй базар деп, баласыз үй мазар деп. Жоқ дегенде кемінде 12 бала туасың. Қаққан кезде қан алып, соққан кезде сөл алып. Екі аяғын Жамбылдың бір етікке тығасың. Отымен кіріп осы үйдің күлімен бірге шығасың. Құдай жазса осы үйге келін болып кіресің, кемпір болып шығасың айбек. Жанерке бұл әулетте ет дейтін бол, таяқ емес тек қана ет жейтін бол. Атаңның алғысына бодан кейін апаңның алдың кесіп өтпейтін бол. Ел ішінде беттен ап төске шауып, жамбылынымды бақытсыз етпейтін бол. Жерден ап жерге салып, мазасын ап, жақсы еркектің түбіне жетпейтін бол. Ешкім жоқта үйіңнің күл қоқысын Рашидтің огородына төкпейтін бол. Бәрі жақсы болсын десең төркініңе 5 жылда бір ағырет беттейтін бол. Жігіттер нөміріңді сұрап жатса, байым бар телефоным жоқ дейтін бол. Жамбыл сенде бұрынғыдай қызға барып, гариллашып демек шекпейтін бол. Үйленбеген мәліде бойдақпын деп, қыздардың құлағынан теппейтін бол. Жамбыл бұрын жүрме демес жүрген шығар, Жанерке оған бола сөкпейтін бол. Жүріп кеткен қыздары звондаса, шу шығарып ажырасып, кетпейтін бол айбек. Ал Жамбыл бауырым айт дегендерің бәрін айтып бердім енді. Аяқ жүріп кеткен қыздарыңыз звондаса, қорқпай сөйлесе бер, Ал кет. Ең әуелі осы әулеттегі дүниеден өткен Молдабай және де Айдос атты ағамыздың жатқан жері жайлы, топырақтар торқа болсын деп дұға жасап, жақсылап тұрып бір сәлем сала қойыңыздар. Ай, рахмет. Басқа оқтай ұстап тұрған әніме ырза болдым ағайын. Бір терістің жағасының балық аулап тұрған бала сияқты қармағын салып, арасында көтеріп, ырымын жасап қой. Ана Борат деген бәлеге көрсет, қазақтың жігіттері туды қалай көтеру керектігін, жақсылап көтерген. Ал, енді аталары ақжаулықты көзі тірі ағалар дайын болыңыздар келді. Алфавиттің А тұрады басында, әрқашанда Ә тұрады қасында. А дегеннің аталар, Ә дегеннің әжелер, бірі қалмай келіп отқан осында. Өтірік емес расында, беташардың басында, оу, қарияларға бір қошемет болсында. Жидек лапа төрттілігің сай болсын, ол қыздарың олигарх бай болсын. Көне тараз жерінде, әлімдердің елінде, Құдайым 10 күн сайын той болсын. Үлкендерден тәлім тәрбие ала қой, өйткен олар көпті көрген дана қой. Лақ сұраса қой берген, қой сұраса тай берген.
Atalarga 2-3 səlem sala qoy. Soğuk sırrasa şay vergen, şay sırrasa may vergen. Apalarga 4-5 səlem sala qoy dep, ata apalarına 4-5 səlem bolsun kan. Ataları Akjaulukta, apaları Kangoja, Akbala, Balımşa, İlyas, Orunköl, Bakıt, Aynabek, Makbal, Bakış, Kalan, Nurila, Latifa, Dana, Tangatar, Lucia, Danabek, Tazakul, Liza, Şalkar, Bakcan, Meriya, Temirbek, Bakıtkөл, Жаңылған, Серік, Sveta, Егеубай, Raya, Күлаш, алда берген. Және де өзімнің бір пенсиямның 100%-ін берем деп отырған Жиде апамызға ерекше сәлем болсын. Ал келіңіздер келді. Ал Жиде апа билеп беріңіз ортаға. Рахмет, қанша ел аралап жүрмін, жер аралап жүрмін, жаңа түскен жас келіннің алдында мың бұралып билеген кемпірлерді алғаш рет көріп тұрмын. Апаларымызға қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Мына екі жеңгесі де көптен бері жұмыс жасамаған ойдың белдері қатайып қалған сияқты. Сіздер де еліп ырымын жасап қойыңыздар арасында. Ал енді бір сөз айтсаң жақсыға аталы сөзге тоқтайды, бір сөз айтсаң жаманға өмірінде оқпайды, надандықтың белгісі өзін өзі мақтайды, көкірегі соқырға өмірде таң атпайды, шешеннің сөзі шынасыл қап түбінде жатпайды, ал қалаған әлеумет. Жолшара деген бір ел бар, жолшара деген ірел бар. Екінің бірі оларға сөз сөйлеуге батпайды. Жол шаралар үйткені отқа салсаң жанбайды, суға салсаң батпайды. Осы айтқаным рас болса ал қалаған әлеумет неге алақан соқпайды ағайындар. Осындағы Жамбылдың нар туған нағашыларына және де Sveta жеңгеміздің құда-құдағиларына екі сәлем сала қойыңыздар. Біреу және де екеу. Ал Ералаш, Ұлдан, Бақыт, Күлән, Еркін, Мира, Ерболат, 10 000 теңге салмаса жер болат деп қойыпты кезінген. Бақыткүл, Шымболат ішкен күні Перизат жын болат деп қойыпты. Хамид, Гүлмира, Өмірхан, Айгүл, Еділхан, Сайран, Бақыт, Әлима, Болат, Әмина, Анар, Фазылхан, Нұргүл, Нұрлан, Сәуле, Тілеп, Гүлсара, Асылжан, Мақпал, Асылбек, Нұргүл, Еділхан, Нұрсұлу, Болат, Гүлмира, Мико, Гүлнар, Рахым, Гүлсана, Мирамбек, Әсел дейді. Және де құда-құдағилары Баянбай, Даража, Руслан, Бадак, Задакүл, Гүлайым, Ақыл, Сидана, Гүлбағира, Келдібек, Айнұр, Лағыл, Әсет, Бекен, Жамал, Нұржігіт, Бағлан, Ержан, Ұлбосын, Байжігіт, Sveta, Сержан, Жанка, бейбатты құда-құдағиларына туған нағашыларға қошемет болсынға. Жана Ақжолаға бауырым айтып өтті ғой, жақсының жақсылығын айт, нұртасын, жаманның жамандығын айт, құтығашын деп, соны Байқоңырдан келіп отырған бір нағашысы бар екен. Кім деді? Бақыт нағашысы қайда тәтеген? Сәл бір шаг алдыға шықсаңыз тағы мақта деп заказ беріп отырмаған деді. Көпшілік ұнайды бұл тойың маған, осылай болар-ау деп пайымдаған. Жасыратын несі бар бақыт деген, нағашы расында да қайырлы адам. Алдына көмек сұрап келгендердің қолдарын кері қарай қайырмаған. Нартұлғалы нағашыңа сәлем жаса, көрімдікке $100 дайындаған ай, деп. Нағашы болса осындай болсын, ай, рахмет. Ай, рахмет. Ай, рахмет. Ай, бәрекел.
Болады тәте. Рахмет, тәтем шіреніп тұрма десем, тіреліп тұр екен қаздап ағайындар. Біз деген алаймыз ғой, дүлейміз ғой, атынан атыр күйтін үрейміз ғой. 2000 теңге салған көкемізге 2 дүниенің бақытын тілейміз ғой. Байқадық бірде 60 бойыңыз бар, әлі талай тойлайтын тойыңыз бар. Ерінбей 2 мәрте келіп беткен, ағама бір қол соғып қойыңыздар, Нағашыңа қиянат істемейін, әзіл сөзбен бет ашарға сұс берейін. Әлімдер той жасайды дегеннен соң мен өзім нәр татпадым түске дейін. Бақыт көке өзіңіз білесіз ғой, өйткені ер кезегі 3-ке дейін. Деп, тағы да бір сәлем болсын. Ал, жиен үшін Жамбиле деп отқан дәдеме бір сәлем. Билеп беріңіз, ал. Уақыт нағашысы. Анша мұнша емес, доллар емес, евро емес, рубль салып отыр ағайындар. Болса қошеметтеп қойыңыздар кән. Кең адам еш уақытта кем болмайды, білеміз кей адамға ем қонбайды. Кіші жүздің ішінде көрдіңдер ғой, ағайын өліп қалған ер болмайды. Ас сәлем салдыртты деп ренжімеңіз, 3 сәлем тақияңызға тар болмайды. Тепсе темір үзетін нағашыңа 4 сәлем салдыртпасам жөн болмайды. 4-ші рет ортаға келмесеңіз, бақыттаға 4 құбылаң тең болмайды. Деп, соңғы түйенің жүгі ауырдың бір сәлем қай. Bu zamandan da yak adamdı görgünü gösteren ağayınlar. 10.000 tenge sap 20 tenge alıp baradır ağay bereket. Al get. Endi olsa tün uykusun 4 bölüp Jambılda dünyege akilgen tal boyunda tarıday bir mini жоқ, Kızıbek'tin kopyası Sveta jişemiz kayda ortaga kesin gel. Jişem koyda al, jişe dayım boңuz gel. Yerindер кеседен басқа жерге тимеген, өмірінде тізесі жыртық шалбар кимеген, келген кеткен қонаққа қабағында түймеген, айдос дейтін атаңнан басқа ешкімді сүймеген, енеңізге бір сәлем. 40-тан жасы асса да 10 саусағы майысқан, 20 жасар қыздардай қыпша белі қайысқан. Ұзын сөздің қысқасы 2 беті алмадай, бәрін айтта бірін айт, аяқ қолы балғадай. Енеңізге 2 сәлем деп, Света енеңе 2 сәлем болсын, ал жеше кетіңіз. Ал Жидегүл апа, жақсы сөз жарым ырыс 9 ай 9 күннен кейін жаңа түскен жас келініңіздің фигурасы мына домбыра сияқты болсын, е? Ал кеттік әрмен қарай. Жидегүл апа, бет ашар біткеннен соң келген кеткен қонаққа шай беріңіз. Киім кешек құдалық өткеннен соң халыққа дүркіретіп той беріңіз. Айтпақшыдай бет ашқан мынау маған қой жылы туылған соң қой беріңіз. Жылқы жылы өкпелеп жүрер тағы шама келсе қоймен қосып тай беріңіз. Ақ жолдай балаңыздың шыны керек, неше мың беретіні жұмбақ маған. Біреулер 50-50 деп айтушы еді, ол жайында мүлде маған тіл қатпаған. Банкінің ішіндегі ақша емес, халқымның қошеметі қымбат маған. Ал енді атам қазақ айтады, ағайын тату болса ат көп, абысын тату болса ас көп, абысын тату болмаса барлығы расход деп жатады, е? Осындағы аға жеңге, әпке жезделерге 2 сәлем сала қойыңыздар кән. Сүлеймен Қалдыкөн атына затса 2 килограмм алтын падар тетемде отырған алтын анамызға бір сәлем болсын кән. Шоқан, шапалақ жоқой чотам диттәтем келіңіз кәні.
Күміскүл, Сейфулла, Маржан, Еркінбек, Гүлсім, Жеңіс, Балауса, Үрістем, Нұршат, Ислам, Рая, Нұрлан, Тілектес, Нұрғайша дейді. Және де Асқартаудай ағалары, жаны жайсаң жеңгелері, Қабылан, Гүлнар, Рахметулла, Айгүл, Жандос, Сәуле, Зейнулла, Дина, Өмірбайды біраз қина депті, Елмира, Дәурен, Рахима, Руслан, Бауыржан, Іңкар, Ғалымжан, Олжан, Нұрперзен, Жібек, Руслан, Күшан дейді. Және де жиен бөлелері Гүлназ, Нұрлан, Шаттық, Жеңіс, Жанка, Жамбыл облысындағы ең үздік 4 асабаның бірі Ақ жолға арнайы 4 сәлем болсын сізге. Айдана, Дәулет, Әмір, Нұралы, Әділғазы, Аман, Аянат, Әлия, Айша, Ерсұлтан, Шыңғыс, Айзере, Жаннұр, Ерасыл атты жігіттер ортаға келсін. Ал енді жаңа естімей қалған болу керек, Темірбай Задатны Нартылған нағашылар кән, арнайы бір сәлем болсын. Келіңіз Темір дәді. Бар ма ортамызда? Ағайын туыс, жекжат, құда жекжат. Мен енді Жақоқтың туған нағашы болам ғой. Айдос тұрған кезде мен еш жаққа қашып құтыла алмайын. Бір қойым бар. Мен тағы өзім подаркым бар. Құдайға шүкір айналайын. Орны бар, орын табады дейді ғой. Айналайын. Мен енді ештеңе айтпаймын Құдай. Бақытты бол, құсыңмен өзің қолыңа қондырған құсыңы бағымен бағалай біл Құдай. Жамбоқ, салам. Бір қойым бар. Темірбай нағасының артынан апа естіңіз бе? Бір қой. Апа, рахмет. Рахмет, анша-мұнша емес қозылы қой деп отырды. Қозы қошыметтеп қойыңыздар міне. Нағашы болса осындай болсын, ай бәрекелді. Хәді рахмет, жасаған жақсылығыңыз Алладан қайтсын. Осыдан 100-ге толсаңыз тойыңыз тегін басқарып берем деді кеттік ал. Алла деп белім бекем буғандарға, атпасын жуалыға бұрғандарға, жаратқан Алла ұзақ ғұмыр берсін, карантинде отбасын құрғандарға, өкімет 3 бөлмелі пәтер берсін, осы жылы нәресте туғандарға, ең болмаса жер берсін 8 соттық, үйі жоқ пәтер жалдап тұрғандарға, судай жаңа автокөлік сыйға тартсын, әйелін 2 қабат қылғандарға айналайын 2 жас, бастарыңа бақ болсын, жолдарың әркез ақ болсын, аққа Құдай жақ болсын, адал достарың көп болсын, амал достарың жоқ болсын, ұлдарың болсын 10 шақты, қыздарың болсын 10 шақты, бәрін айтта бірін айт, жаңа байлардың жиені, әлімдердің ұрпағы, Қытайлардан да көп болсын, ай. Бақыт құсы кеп қонсын бастарыңа, жас келін жас қосылсын жастарыңа, ал жақсыла бейіліп сәлем жаса, көршілер мен қайнатаңның достарына деп, мама, папалары және де көрші қолаңдары. Кез келген жерде көрші қолаңдарды ең соңында шақырады. Бұлардың не кінәсі бар деп айтам, ағайындар. Осындай қақаған күннің суығында далада тұрып ыдыс аяғын жуып кететін кім? Көршілер, сондықтан көршілерді ренжітпей ортасында шақырайық. Мама, папалары Рахымжан, Әлинұр, Құттыбай, Жанат, Мұрат, Мұраттың аты аталмаса, қызып қалса барлығымызды қырат дейді, кесіндер деген. Елмира, Біржан, Амангүл, Қоңырат, Бағдат. Және де Света мамасының коллективтері, Сейітбек ағамыз бастаған коллективтер ортаға келсін. Көрші болаңдары Бескемпір, Жібек, Бердіқұл, Құралбай, Алдаберген, Ержан, Рашида, Сәбит, Нәзира, Жарқынбек, Гүлназ, Ерген, Құралайды көзге атқан Мерген депті. Тұмар, бибилеуге құмар депті. Нұржамал, Нұрик, Динара, Абай, осымен Дабай депті. Мейірім, Тамара, Аслан атты көрші болаңдар келіңіздерге.
Көрші ақысы, тәңір ақысы деген мақалдың мағынасын мешіттегі тақуалар тәпсірлеп берді. Өзің тоқ отырып, көршің аш отырса ақыретте сұрау бола деген. Қолдан кеп жатса көрші қолаңдар қоян қолдық араласып тұрыңыздар. Әйелдер жағы әрбір айдың 10-ы чорнигаса ойнап тұрыңыздар. Бүгін осы света жешемінен бастап кетіңіздер. Ал қайынға айтпайды, жеңге айтпайды деп, тиын теңге болғысы келеді, қыз бала жеңге болғысы келеді деп, қайындарын, қайынсіңлілерін ортаға шақырайық. Мынау шумақ бастаушыда ғана оқитын бесіктен белі шықпаған бүлдіршіндерге арналады. Диплом алған, тұрмыс құрған, қайындары, қайынсіңлілері бұлқан талқан болып қалып жүрмесін. Ал 50 теңгеліктер, 20 теңгеліктер дайын болыңдар кеттік ән ал. Көбедегі айранды бір сағатта жоқ қылған, қазаннан қаспақ ойып ап, айран мен сүтке тойып ап, қарындарын тоқ қылған. Тойып алып тамаққа, барғысы келмей сабаққа, кешке дейін доп қуған. Біраз нәрсе бүлдіріп, елдің бәрін күлдіріп, талайларды шоқ қылған. Тыным таппай күнімен, тыныш жатпай түнімен, үйдің артын боқ қылған, қайындарыңа бір сәлем ай деп, түнде тұрып табалдырықтан шаптыратын қайындарыңа бір сәлем болсын ған. Ал, жеке-жеке шақырсын деп қойыпты, Мұхтар бастаған батыр бар маған. Мұхтар, Асылжан, Кәмшат, Гүлшат, Нұржігіт, Нұрдәулет, Ақбота, Нұрислам, Перизат, Райса, Манас, Нұрай, Әли, Нұржаусын, Назым, Мағжан, Бегасыл, Айғаным, Батырхан, Айару деген қайару дейді. Кесінген, ай, бәрекет. Ай, рахмет. Ал енді ақылы көп тауылмай. Әлия, Шамнұр. Салындар ақы. Ай, рахмет, келсінген. Ал енді соңғы түйенің жүгі ауыр деп, ақылы көп тауылмайды, досы көп жауылмайды деген ниетпен Жамбылдың жора жолдастарын ортаға шақырайын. Енді мен күбеншіктер сияқты қайта-қайта шақыратын әдетім жоқ. Берем деген жігіттерге болса, ат үші бірден беріп кете беріңдер. Айбек, Мейірхан, Талғат, Әділет, сүйікті тағамы Кәтілет дейді. Нұрсұлтан, Қолғанат, Ербол, 20 теңге салма, 20 мың салмасаң Жербол да қойыпты. Нұрбек, Асылбек, Нұржан, және де сұлу жақтары, группаластары, коллективтерге жалпы бір сәлемден кеңдер. Ай, рахмет. Рахмет, Құдайға шүкір көрдіңіздер, топырлақ көт, салып көт, мал көт, түсінбей қалдық ағайындар. Ол жоқ, қошеметтеп қойыңыздар. Барлығы 5-6 сәлемге дайын келген екен көрдіңіздер. Жамбылдың коллективі айтылды, келіңіздерген. Коллективтері группаластарына бір сәлем. Кеңдерген. Ай, рахмет. Ал ардақты ағайын, ертеде ешкінің жөні бөртеді, ауылдық жерде өстім, қаладан асабалар келсе шотал ұстатады ма деп көзім жәутеңдеп тұршы еді. Балаларды көріп, балалық шағым еске түсіп жатыр. Балалық шаққа саяхат жасайық, жұмбақ жасырам, мектеп қабырғасында оқитын балаларға 500 теңгеден берем. Келістік па? Енді 42.500 таратам деп айтамайым, осыған ырза болыңдар, Әке шеше атапаларың сыбырласа саналмайды. Белі бүкір алысқа түкір. Мылтық мықты болсын айналайын бауырым. Ай, рахмет. Ал кет. Қабат қаттама, ақылың болса аттама. Қарындасың кет. Қаттақша керек көзірайын және қайшып кет. Ай, рахмет. Музыка қоймай-ақ қой. Ти десем тимейді, тиме десем тиеді. Кел, қарындасым. Шеткі бір тісің жөндеді бол айналайын қарындасым. Еріндері кеседен басқа жерге тимеген иманды жігіт жолықсын келешекте. Отқа салсаң жанбайды, суға салсаң батпайды. Қарындасым, ай, мұздай көп киініп алды осыған. Тақиям толған сөк, таңертең тұрсам жоқ. Ал, жешемеді ақша керек болып жүрайын, Марафанын жарып жібере жаздады ғой, берекелді, рахмет. Ал, бұл бәлдерге ұрсамайсың, біздің болашақ клиенттер ағайындар. Үстіп задат көріп қоймасаң, 20 жыл бұрын ұмыт береді. Ал, бүгін бәріміздің басымызды қосуға себепші болған Жамбылды ортаға шақырайық. Жамбыл қайдасың? Үйленсең де өкініш, үйленбесең де өкініш дейді ғой білесің, Ай, рахмет, кет. Ай, рахмет, бауырым. Бүгіннен бастап бүкіл қыз келіншектер көзіне красавица болып көрінетті, өкінетін жері сол бауырым, жақын тұра ғой. Ан, Ақжол жиенің үйленгенде білесің,
ант кабылдатканбыз, эсиңде бар шығар. Менге бір сөз айтып тоқтап қалам, сен ант етем дейсің, мұқият ойлан, эмоцияға беріліп, качакка кіріп кетіп жүрме аға. Бүгіннен бастап жаңама елінің қызын алақанда аялап ұстауға, ант етем. демек шықпауға, Ант етем. насыбай атпауға, Ант етем. келіншегіңнің қолынан ұстаған екі жеңгеңе келесі воскресеньеде судай жаңа халат сатып әперуге, Ант етем. ай бәрекелді. Бар тапқан табысыңды әйеліңнің қалтасына тыға беруге, Айта алмаймын. ай міне, нағыз жігіт екен, ек қалатты айтып ем, бер жақтағы дешен қатты қонып кетті ғой, ай бәрекелді. Ал, әйел үйдің шегесі, еркек үйдің егесі, әйел қосшы, еркек басшы, әйел мойын, еркек бас, қаражатқа сен жауапты боласың, себебі әйел бастаған көш оңбайды. Ал кешкі сағат 8-ден кейін көшеге шықпауға, Башымыз. ай рахмет. Ал келін, сен де ант қабылдайсың, кешелілер нәртатпат деп естіп жатырмыз, намысқа тырысып, даусың шығар, алдыңда бір қауым ел отыр, сағызың болса жұта сал енді бір күнге еш нәрсе қылмайды. Төле би айтқан екен, атың ауыр жүгартпа, анаң ауыр сөз айтпа, баланың сөзі батпандай, келіннің сөзі кетпенней деп. Света енеңе еш уақытта ауыр сөз айтпауға. Ант етем. Келін жақсы болса үйіңе көккісі келеді, келін жаман болса келген кісі кеткісі келеді. Ас үй десең төккісі келеді, төкпей үй десең сөккісі келеді. Келген кісі табағындағы асыңа емес, ең бірінші қабағындағы қасыңа қарайды. Сондықтан келген кеткен кісілерге қабағыңды шытпай күлімдеп тұрып шай құйып беруге. Ант етем. Жас келіндердің құлағын алтын сырға, қабағы ашылмаған келіндердің бағы ашылмайды, жүзің жарқын, қабағың ашық болсын. Жақсы әйел күйеуін басын төрге, жаман әйел күйеуін басын көрге сүйрейді. Жамбылдың басын әрдайым төрге сүйреп жүруге. Ант етем. Балалы базар, баласыз үй қумазар, Құдай жазса әлім елдің ұрпағын көбейтуге. Ант етем. Жамбыл естідің ғой, келінің жыланиясы ұрып тұр, тоқтамай енді бауырым. Темірді қызған кезде бас. Қайта шапқан жау жаман, қайтып келген қыз жаман, жәкең анда-санда бір-екі удар жіберсе, 4 күнге кетем деп шу шығармауға. Ант етем. Құдай бере саған күннің қадын, мынауға. Өз оғал өзіңе өзіңнен көренді. Ал Жамбыл ант қабылдады екен деп көбала қойдайып сабап жүрмей, Соң сұрақ, бірінші ел бекер, екінші ел шекер дейді. Жамбыл келешекте олигарх болып кетіп, тоқыл алам десе, ойланбай рұқсат бере салуға. Оттама деді ағайындар, оттамай бекшес бақытты болсын. Ал, бастарыңда бармақтай бағың болсын, жастарыңда тәрбие, тәлім болсын. Жамбылыным әйтеке би атаң құсап, атағың алталашқан бәлім болсын. Балалы үй базар дейді біздің қазақ, көп бала таптыратын әлің болсын. Келінде кесірленбей туа берсін, әмин осы тілегім қабыл болсын. Бәрін айтта бірін айт, Құдайым, әлемнің тең жартысы әлім болсын деп қойып. Ал, өз атынан ұстай қойма. Ал енді келіннің бетін кім ашса солсыз дейді, апа, маңдайына пешатыр жіберіңіз асыла тұрға. Жүгіресің қанаты киіп, жұмсағандай енеміз. Айрам. Ақтай ұстаған бала, келі бер. Еңбегім бар ғой, өзімде солай көгерген. Болмайсың жаман, келінім ау дегенмен, дұрыс болсаң сен енеңмен. Сен келін болсаң инабатты, үлкендерге сыйлағатты, әулеттеген ғимаратты, көрнедесің сенеміз. Ай, рахмет. Ай, бәрекелді. Ал орамал тоң болмайды, жол болады. Оқтай ұстаған балаға жұғысты болсын. Кейін бет ашарыңа шақырсаң, әйелдің бетін тегін ашып берем. Кездік па? Давай, әрекет қыл. Ал, Света жеше, менен кетті саған жетті деп келінге табыстап жіберіңіз. Келінге беріңіз, келінге беріңіз. Ай, өшіре сал. Ай, рахмет. Жеше қалай, келін ұнады ма? Ұнаса да болсын, ұнамаса да болсын, жеше болары болды, бояусың. Ал, жаңбырмен жер батымен ел көгереді. Қанғожа атамызды ортаға шақырайық, ақсақал келіңіз кәні. Oldu, әдем. Ya Allah, kelgen gelinin ayağından koşun tayağından değil. Allah kelgen gelinin bakıtlı olsun, niyetligen tilekleri kabul olsun.
2 жас абыройлы бар, бірін сыйлап, біріне сыйлап, біріне сыйлап болсын, әрдайым аманшылық болсын, тойларың той қыласын, Алла ұзағынан берсін. Алла білен ата. Жарылға Алла қабыл ет, жарылғаудың қамын ет, тілесек тілегімізді, иманымызды камыл ет. Оқыған дуа тілектеріміздің сауаптарын осы шаңырақтан, сізден, бізден бата күткен аруақтарға, ата-бабаларымыздың әулие, әждаттарымыздың рухларына тие берсін. Ал қызым, құтты болсын Ақбосадан аттағаның, демеп жүрсін, жебеп жүрсін, аруақтары Хәзірет Хауананың. Құтты болсын алғаш үйіліп салған сәлемін, тілеймін бір Алладан, бар жақсылығын екі әлемнің. Бақытты бол балам, бағың ашылсын, өмірің шаттықта өтсін, әр таңың арайлы атсын, әрбір күнің мерейлі өтсін. Сыйлағын ата менен енеңді сонда кетірер әрбір қатеңді. Ана алдында аласа бол, ар алдында биік бол. Ел ұнатқан елшіл бол, көп ұнатқан көпшіл бол. Бол торғайдай төлшіл бол. Көрсе байқар көзді бол, ағайындырар сөзді бол. Жаман менен жарыспа, жақсылардан қалыспа. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол. Алтын алма, дуа ал. Еш қасанда кіршікпесін, басыңа жапқан ақ орамал. Не тілесең, Алла тілегіңді берсін. Жортқыштың жолын, жомарттың білегін берсін. Мәңгі бақы ажырамас, шын ғашықтың жүрегін берсін. Бақыттарың баянды болсын, өмірлерің сәнді болсын, махаббаттарың мәңгі болсын. Ал ардақты ағайындар, сын түзелмей, мін түзелмейді. Бүгінгі беташарының кем-кетігі болса, ескертіп қойыңыздар. Ал кет. Ал енді апалар кетпей қоятыңыздар, мына бүгінгі маманың қол қатары. 5000 теңге ақшамен матасы. Ал енді апаның артынан осы сіздерге, осы үлкен апаларға дайындаған сый-сияпатты қабыл алыңыздар. Жиналған қауым, ағайын, туыс, жеңжақ. Мен де бәте беруім керек еді, бірақ та мені шеттетіп жіберді бұлар. Дұрыс емес бұлардың істегендері. Мен жиенің ізі болсам, мені де шақыру керек еді. Ата емес. Мен де бәте беруім керек еді. Жиде апа, сізгі енді айтым керек еді, інім бар еді, мен ізі берген деп айтым керек. Жаңа беріп тұрғасын бермеді, жаңа күнімін бермеді. Енді айтпайсың ба сонда? Сол жалғыз інімді шеттете бермеймін. Мен де өсіп өліп кеткен азаматпын. Ағайын сыңсым бар, жігіт бар, құлай жігіт. Ана таза күнде өзім ойындап қалуым мүмкін. Таза күнде мен кластасым бірге оққан. Ай ақыда, кендір айналайын. Бір бәсе берейсің берге. Осы шымағыш netті еріп тұрмыз. Не ол? Біреуі береймді саға сөйлесің. Ай ағайындар. Ақыдай құда. Осы құдамдан айналам. Ал, рахмет, енді құрмет жеңгелер, біздің осынан келді, үй шаруасымен, үй тіршілігімен апарып таныстыра берсеңіздер болады. Жақсы суретке түсем дейтіндер болса, суретке түсіп қалыңыздар енді. Бар ма? Сотка.